Армысыздар достар, бүгін мен сіздермен InShot программасында видеоны монтаждауды бөліскім келіп отыр. Ол үшін Play Market'тен InShot программасын көшіріп аласыздар. Одан кейін барып, осы программаға видеоларыңызды салып монтаждайсыз. Программаны ашамыз. Новый дегенді басамыз. Өзіміздің түсірген видеоларымыз міне осылай шығып тұрады. Содан астынан үстіне қарай таңдайсыз. Ең бірінші түсірген видео астында тұрады. Осылай таңдап шығамыз. Таңдап аламыз барлық видеоны, қай видеоны ең соңына дейін. Содан кейін мына жерде жасылды басамыз. Міне қарап тұрсаңыздар, бірінші міне алғаш міне бос тегеш тұр ғой, бұл біраз артықтау. Енді бұны қиюымыз керек. Оны қалай қиямыз? Ол үшін мына жерде обрезать дегенді басамыз. Міне былай жылжытамыз. Міне одан кейін мына жердегі птичканы басамыз. Міне өзімізге ұнамайтын жері қиылды. Енді ары қарай монтаждайық. Видеоны түсіргенде бізде артық дыбыстар болады, сол дыбыстарды алып тастаймыз. Ол үшін объемды тауып аламыз. Осылай 0-ге апарамыз да применить ко всему дегенді басамыз. Сонда барлық видеоның дыбысы өшіп қалады. Енді видеоның жылдамдатуды көрсетейін. Ол үшін біз скорость дегенді тауып аламыз. Не, скорость бізде бірде тұр. Енді оны әртүрлі, яғни жылдамдыққа апарып қоямыз. Не, осылай жылдамдатады видеомызды. Жылдамдығын, яғни өздеріңіз таңдайсыздар. Видеоны түсіргенде кейде видеомыздың жан-жағында бір артық заттар түсіп қалады, соны біз қалай қиямыз? Оны мен видеода көрсетіп жатырмын. Міне осындай сетка шықты. Осы сетканы жан-жағынан тартсаңыз, яғни керекті жеріңізге дейін қана қиып алуыңызға болады. Бұл нүкте арқылы видеоны, яғни арлы-берлі жақындатуға, не алыстатуға болады. Ойыңыздағыдай орынға келтіргеннен кейін міндетті түрде, яғни птичканы басу керек. Енді видеоға текст жазуға болады. Ол үшін текст дегенді басамыз. Одан кейін осылай жазуға болады. Ана жерде X-тан кейінгі, яғни тұрған нүктелер арқылы жазуды өзгертуге болады. Жазуды осылай ұзартуға болады. Видеоның қай жеріне дейін қажет, сол жерге дейін созып алуға болады. Жасылда тұр. Жазудың шрифтін әртүрлі түстермен өзгертуге болады. Ол үшін редактирование дегенді басасыз. Сонда жазуыңызды өзгертетін нүктелер шығады. Енді видеоға әртүрлі смайликтер қоюымызға болады.
Ол үшін стикер дегенді басамыз, содан осындай смайликтерді таңдап алуға болады. Мысалы, лайк басыңыз деген белгіні осылай алып таңдап қоямыз. Және смайликтің шығуын міне мына белгілер арқылы өзгертуге болады. Міне алдыға қарай жылжиды. Смайликтің де ұзақтығын осылай созу арқылы, міне астыңғы жағында созып жатырмыз. Созу арқылы видеоларға қоюға болады. Енді видеоға музыка қояйық. Ол үшін музыка дегенді басамыз. Оның ішінде песняны таңдаймыз, моя музыканы таңдаймыз. Сол жерден авторлық құқығы қорғалмаған музыкаларды қоямыз. Ол музыкаларды сіздер алдын ала сайттардан көшіріп аласыздар. Авторлық құқығы қорғалмаған музыка деп Яндекстен, яғни орысша жазасыздар. Сол көшірілген музыкалар иншоттан шығып тұрады. Міне осылай музыканы қойдық. Енді ол музыканы алдыға қарай жылжытып, яғни видеоның басына әкелеміз. Музыкаларыңыз қысқа болса, дубликат жасауға болады. Дубликат жасап ұзартуға болады. Міне осылай музыканы қойдық. Мына жерде музыка шықпай тұр ма? Міне осылай редактирование жасап алуға болады. Қысқартуға немесе ұзартуға. Монтаждаудың басқа түрлерін мен келесі видеоларда көрсетемін. Лайк басып, подписка жасаңыздар. Келесі видеомды күтіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің видеом шыққан кезде міндетті түрде сізге көрінетін болады.